Өгей өмір. Түн. Қараңғылық өз билігін алып, айналасын құрсауына алғалы да біраз уақыт болды. Кешкі аласапыранда аяқталып, елдің бәрі үйлеріне кіріп, тыныштық орнағандай. Тек әр жерден шыққан шәуілдеген иттің даусы болмаса, ауыл жым-жырт. Осындай үнсіздік арасынан аяғы алысы жылдам ер адам мен артынан әрең еріп келе жатқан әйел кісі көрінеді. Дәл сол сәтті байқап қалғандай, ауылдың әккі иттері де бірін-бірі қоштап үрек еткені. Бол, жылдан бассайш. Келе жатырмын, көкем, келе жатырмын. Мына аяғымда құрғыр басылмай тұрғаны деп, көзінің жасын сүрте, алдында бара жатқан ер адамға жетіп алуға барынша тырысуда. Манзура жастайынан екі баламен жесір қалып, тағдырдың қатал сынына ұшырады. Онсыз да 10 баласы бар енесі, баласының жылы өте келін төркініне қайтарады. Төркіні де қай бір жетісіп отыр дейсіз. 90-шы жылдардың тоқырау заманында әр үйде болған қу жетіспеушілік бұл үйді де айналып кетпеді. Бір үйде 2 келіннің 9 баласына енді Манзураның 2 баласы қосылып, күнде тартыс басталды. Бастапқыда жеңгесі мен келіні Манзураны аяғандай болып, қамқорлық танытқанымен, уақыт өте балалар арасындағы балалық тартыстар бұлардың да ортасына салқындық тигізгендей. Тағы қанша уақыт тұрар екен? Онсыз да үйде көппіз, ең болмағанда біреумізді бөлек шығарса қайтер еді деп, келіншегі ыдысты тарсылдата қойып, күйеуіне түннің бір уағында асын берді. Енді соны айқайлап айту керек пе? Ақырын айтсаң да естимін ғой, деп салмақты түрде Сәбит келіншегінің бұлданып берген асын алдын алып жеуге кірісті. Күн ұзаққа егістікте болып, кешке аяғынан құлай әрең жеткенде үйдегі азан-қазан болған у-шудан өзі де шаршағандай. Күн санап бұл үйде көз түртпек болған Манзура одан әрі күйзеліске түсіп, кейде бар үшін балаларынан алып, көк ала қойдай ұрып тастайтын. Күні бойы әбден жылаған балаларын үйдегілердің көзінше еркелете де алмайтын келіншек, түн жамылғанда пысылдап ұйықтап жатқан балаларының маңдайынан сүйіп, үнсіз кешірім сұрап, жылап шығатын. Жасы енді 30-ға толған келіншекті көп өтпей айттырып келетіндер де көбейді. Ондай сәтте қос құлын ойлап, қарсылық танытқанымен жеңгесінің күн сайын басың болса, балаларын кішкентай кезде біреудің етегін ұста. Қашанғы үйде отырамын дейсің, деп ақылын айтқансып, сыбырлап кететін. Ал әкесі мен анасы келіндерінің онсыз да сағысынып отырған қызын жақтырмай жүргенін байқаса да, тілім қысқа деп амалсыз көндігетін. Бітпейтін үйдегі жанжалдар, одан қалды ағайын туыстың таңдай бермей біреудің етегін ұста деген ақылын тыңдап, тұрмысқа шығуға келісім берді. Дәл сол күндері үйіне өз ағасы туралы жиі айтып келетін ағайын жеңгесіне еріп, болашақ жарымен танысуға қалаға шықты. Жүрегі дүрсілдеп, дәл қазір тұрмысқа шығып кетсе, балалары жалғыз қалардай қорыққан Манзура қобалжып отыр. Мақтауын келтірген жігіт ағасы да көп өтпей келісілген дәмханаға келді. Тартыншақтай әрең келгенінде көрініп тұрды. Басындағы шапкасын қайта-қайта біресе киіп, біресе шешіп, әбден сасқан жігіт ағасы Манзураға тіке қарай да алмады. Екеуінде қысылып отырғанын байқаған жеңгесі сылтауын айта сыртқа шығып кетті. Дәулет бір үйдің сүт кенжесі, алдында 4 әпкесі, 2 ағасы бар. Жастықтың буымен мектеп бітіре өз сыныптасын алып қашып келген жігітті үйіндегілер ұрысып жүріп амалсыз үйлендіргендей еді. Келіншегі Сағынай көрікті әрі пысық болды. Жас болса да ата-ененің арпылдап тұрған 4 қайнәпкесінің көңілінен шыға білді. Ол кезде бір ағасы енді ғана үйленген жылдар еді. Абысын екеуі сырласып жүріп, үйдің бар тірлігін жасап та тастайтын. Араларын жақын етіп қатарынан 2 ұл, 2 қыз дүниеге әкелген Сағынай, кішкентайы небәрі 4 жасқа толғанда айықпас дертке шалдықты. Күнделікті күйбең тірлікпен жүріп, ауырғанын жан баласына сездірмей жүргенде ауруы да асқынып кеткен еді. Мезгілінен қолын кеш сермеген Дәулет осылай қапыда сүйген жарынан айырылып қалды. Бұл кезде үлкені енді 12-ге толса, кішкентайы 4 жасқа толған кеше ғана тойлаған еді. Жарының соңғы уақытта жиі мазасызданып, орнынан тұра алмай жатып қалып жүрген байқаса да, егістікпен малдың шөбін дайындаймын деп онша мән бере де қоймаған.
Осыдан кейін де арадан мінекей 3 жыл сырғып өте шығыпты. Туыстары мен ата-анасының күн санап үйлен деп қолқалағанына қарамай өз тірлігімен жүретін жігіт бір жағы балаларын да уайымдайтын. Кішкентайынан анасыз қалған балапандарын өгей ананың қас-қабағына жәутеңдеткісі де келмегендей. Дегенмен қауқары кеткен ата-анасының жағдайы да күн санап нашарлап бара жатқандай. Бір үйде еркегі де әйелі де өзі болып жүргеніне де 3 жыл болды. Інісінің осылай жүргені ұнамаған үлкен әпкесі өзі кірісіп жан-жақтан қыз іздестіре бастады. Алыстан қыз іздеп жүргенде жанында жүрген қайынсіңлісіне назар да түседі. Осылай бар айласын асырып, тиімді сәтті пайдаланып, інісі мен қайынсіңлісін таныстырып отыр еді. Екеуі де қысылып, ұзақ сөйлесе алмады. Табиғатынан ұяң Манзура жанарын төмен қаратып, жігіттің сұрақтарына қысқа жауап беруден аспады. Дәулетте қобалжып, қандай әңгіме айтарын білмей, әбден сасқаны бар емес пе? Бұл таныстық жаңа өмірдің бастауы еді. Бір көргеннен жап-жас келіншекті ұнатқан Дәулет әпкесіне бірден үйленетінін айтқанда, қуанған әпкесі дереу Манзураның анасымен келісуге келді. Бәрі де жылдам болып кетті. Ұзату күні де белгіленіп, қызу дайындық басталғанда, Манзура үшін ең қиын таңдау алдына келді. Балалары. Болашақ қайын жұрты барлық дайындық басталған сәтте ғана келіннің балаларынсыз келуін айтты. Бұл жаңалық Манзураны қатты тығырыққа тіреді. Тамағына келіп тірелген өксігін баса алмай, аяғын әзер басып, ата-анасының алдына келді. Апа, егер рұқсат етсеңіздер, мен мына тойдан бас тартқым келеді. Балаларым, мен балаларымды тастағым келмейді деп, жанарынан бір тамшы жасы дөңгелеп түсті. Қызының онсыз да қиналып жүргеніне жүрегі тілімденіп отырған әкесі терең күрсінді. Қызым, кейде бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Балаларың бөтен жерде қалғалы жатқан жоқ қой. Біз бармыз, өлтірмейміз, деп сөзінің соңын зілді аяқтады. Әкесінің осы бір сөзі Манзураның бар қарсылығын жапқандай. Амалсыз әке сөзінен аттай алмаған қыз көп өтпей ұзатылып кете барды. Келіндік өмір. Жаңа аналарын тосырқай қарсы алған балаларының көңілін табу да Манзураға оңай соқпады. Әсіресе үйдің ес біліп, етек жеңін жинап қалған үлкендері күн сайын қырсығып, түрлі қылық шығаратын. Күні бойы бөлмесіне қамалып, тамақ ішпей қоятын күндерде болатын. Ондай сәтте өзін екі есе кінәлі сезінетін Манзура сол балалардың бар жағдайын жасауға тырысқанымен, іштей өз балаларын сағынып, ішқұса болып жүретін. Кішкене шыдашы, бәрі реттелген соң жанымызға алдырамыз деген Дәулеттің сөзі ғана жанына демеу болатындай. Сол бір үміт жетегінде жүріп, арадан 10 жыл өте шыққанын да байқамағандай. Бұл сәтте Дәулеттің үлкен ұлын үйлендіріп, одан кейінгі қызын да тұрмысқа берді. Ата-енесі бақилық болған соң, өз балаларын жанына алғысы келгенімен, нағашы ата-апасына әбден үйренген балалары келуден бас тартты. Ұлы да, қызы да ержетіп, мектеп бітірер жасқа да келіп қалған еді. Өз балаларының маңдайынан сүйіп, еркін еркелете алмаған келіншек, кейде ешкім жоқта суреттеріне қарап, үнсіз жылап та алатын. Дегенмен жаңа түскен келіннен қысылып, өз сезімін тағы да тұншықтырды. Баласындай көріп, жанына жақын тартқан үлкен ұлы Қуаныш үйленгелі қатты өзгерді. Бейне бір Манзура алғаш осы үйге келген кездегі қуанышқа қайта айналғандай, келіншегінің қас қабағына қарап, сәл мұңайса бар үшін сол баяғы үйренген өгей анасынан алатын әдет шығарды. Баласының тентектеу мінезінен хабардар Дәулет кейде араша түсіп, Манзураны қорғағысы келгенімен, кез келген жағдайдан сылтау табатын Қуаныш болмай бара жатса, сізге өз туғаныңыздан гөрі айдаладағы осы әйел ыстық деп долданып шыға келетін. Одан қалды Дәулеттің үлкен әпкелеріне шағымданып, болмағанды болды қылып, Манзураны әбден жексұрындай